Құрметті студенттер, саламатсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Біз енді бүгінгі лекцияда тақырыптарымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бұған дейін біз негізі идеалистік парадигма, одан бөлек реалистік парадигманы қарадық, марксистік парадигмаға да бір кіріспе жасадық, бірақ бүгінгі сабақта біз ары қарай марксистік парадигманы жалғастыратын боламыз. Және бұл марксизм негізі парадигмасының ең негізгі, ең маңызды екі өкілі туралы. Өйткені бұл екі өкілі де бір-бірімен тығыз байланысты. Әрине бұл өкілдердің біреуі Антонио Грамши, екіншісі Роберт Кокс. Антонио Грамши енді көбінесе мынау әлеуметті зерттесе, көбінесе ұлттық тұрғысынан, яғни бір мемлекеттің шекарасын ішіндегі белгілі бір әлеуметтік топтарды зерттесе, дәл сол идеяны, яғни Антонио Грамшиның алға тартқан идеяларын бір мезетте негізінде зерттеп, оны халықаралық қатынастарға негізі бейімдеген ғалым Роберт Кокс. Сондықтан бұл екі ғалымды бір-бірінен негізінде ажыратпай зерттеген аса маңызды болып тұрады. Енді бүгінгі сабағымызды мен қысқаша мынау қарапайым тілмен түсіндіруге тырысам. Енді ғылыми тілмен емес, қысқаша, яғни Антонио Грамшиның негізгі идеяларын ені қамтиды. Роберт Кокс ол идеяларды халықаралық қатынастарға қалай бейімдеді, соны қысқа әрі нұсқа түсіндіріп беруге тырысамыз, құрметті студенттер. Яғни екі ғалымды да бұл жерге қысқаша біз жазып қояйық, екіге бөлік. Біреуі Антонио Грамши дейік, екіншісі Роберт Кокс. Сөйтіп екі бөлейік екеуін. Екеуі де бір-бірімен негізі идеялық тұрғыдан бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл екі ғалымның негізі мынау халықаралық қатынастар тұрғысынан, халықаралық қатынастар теориясы тұрғысынан қарастырғанда екі маңызды, бұлай кілт сөз деп те айтсақ болады, маңызды екі кілт сөз екі тақырыппен тығыз байланысты. Яғни бұл жердегі Антонио Грамши, Роберт Кокс, яғни Антонио Грамши әлеуметтік құбылысты зерттеген кезде, Роберт Кокс халықаралық қатынастарды зерттеген кезде, біріншісі әрине ол жазып қояйық. Гегемония тақырыбы, екіншісі тарихи блок. Яғни екеуін ортасына жаздық. Бұл тақырыптар негізі мынау Антонио Грамши және Роберт Кокстың тікелей дамытқан, тікелей халықаралық қатынастарды түсініп білуге негіздеген ең негізгі кілт сөздер болып табылады. Екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Бірақ Роберт Кокстың Антонио Грамшиның идеяларын негізі халықаралық қатынастарға бейімдемей тұрып, бірінші Антонио Грамшиның бұл ұғымдарға, яғни гегемония, тарихи блок ұғымдарына енді қандай мағынада қолданғанын, бұларды негізінде қай ұғымда әлеуметтік құбылыстарды зерттегенін танып білуіміз керек. Тағы да айтам, көбінесе Антонио Грамши бұл ұғымдарды бір әлеуметтік, яғни Бұхара, белгілі бір мемлекеттің шекарасындағы, енді өзі Италиян ғалымы болғандықтан, неомарксист, ол көбінесе Италиян қоғамын, сол дәуірдегі Италияда қалыптасқан билік құбылысын және билік пен қоғам арасында, Бұхара арасындағы байланысты зерттеген тұлға. Сондықтан оның гегемониялық және тарихи блок идеялары көбінесе, яғни ұлттық деп айталық, белгілі бір мемлекеттің шекарасымен шектеледі. Бірақ ол идеяларды негізі мынау Роберт Кокс, негізі Роберт Кокстың өзі неограмшист деп айтады. Яғни Грамшияның идеяларын халықаралық қатынастарға бейімдеген, халықаралық қатынастарды түсініп білуге негізінде қолданған ең негізгі мынау гегемония мен тарихи блок теориясын, яғни ұлттық негізі топтар мен таптар арасындағы күресті неге айналдырады? Мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарға айналады. Бір сөзбен айтқанда, Роберт Кокс негізі халықаралық қатынастарды әлеумет тануға негіздеп,
әлеумет тануды халықаралық қатынастармен тығыз байланыстырып, яғни халықаралық қатынастардың әлеумет тануы деген ұғымды қалыптастырған бірден бір ғалым болып табылады. Мен бұның алдында сабақтарға да сіздерге негізі айтқам, негізі халықаралық қатынастар көбінесе мынау теориялық зерттеулердің басым бөлігі адам баласының табиғатымен тығыз байланысты деп айтқан. Яғни адам баласының табиғаты дегенде бір мемлекеттің ішінде делік ықпалды топтар арасында болып жатқан билік үшін күресті дәлме-дәл сол күрес, яғни бір мемлекеттің сыртында халықаралық алаңда да жүзеге асады. Бірақ мысалға бір мемлекеттің ішінде делік ішкі саясатта бұл тұлғалар арасында бәсекелес, тұлғалар арасында күрес, билік үшін күрес, талас ретінде орын алатын болса, ал халықаралық қатынастарда бұл тұлғалар неге айналады? Мемлекеттерге айналады. Бірақ тұлғалар арасында бір-бірімен пайдаланған әртүрлі тәсілдерді белгілі бір деңгейде мемлекеттерде не қылады? Пайдаланады. Бірақ ол халықаралық алаңда оның бәсекелесі, оның бір-бірімен күресі тұлғаларға қарағанда одан да күшті, одан да ықпалды болып табылады. Бірақ идеялар негізі бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан мынау Антонио Грамшиның мынау гегемония тарихи блок идеясын біз неға жазып қойайық. Қысқаша бұны әлеуметтік тұрғыдан яғни әлеуметтік дегеніміз белгілі бір мемлекеттің шекарасымен шектеп қарастыруға болады. Ал Роберт Кокстың негізі мынау екі терминологиясы көбінесе бұл әлеуметтік идеялар неге бейімдейді? Халықаралық қатынастарға бейімдейді. Сондықтан мынау гегемония ұғымын, тарихи блок ұғымын қысқаша түсінуіміз керек. Біріншіден, мынау гегемония ұғымынан бастайық, өйткені тарихи блоктың қалыптасуына гегемония ұғымы өте зор әсер етеді, құрметті студенттер. Бұл жердегі мынау Антонио Грамшиның идеясындағы, яғни әлеуметтік құбылысты түсініп білу үшін, әрине бұл әлеуметтік құбылысты біз қоғам ішінде, яғни әлеуметтік бұл жерде таптар мен топтар деп айтайық, онда қысқаша. Антонио Грамши негізі қоғам ішіндегі әлеуметтік таптар мен топтарды екіге бөліп қарастырады, құрметті студенттер. Яғни оның онда жазып қойайық, төменгі саты дейміз, және жоғары саты дейміз. Яғни қоғам ішіндегі тұлғаларды, таптарды негізі төменгі саты және жоғарғы саты. Бірақ бұл жерде төменгі саты және жоғары сатыны дұрыс түсінейік. Төменгі саты дегеніміз, ол көбінесе қоғам ішіндегі, мынақты жазып қойайық оны. Ол өндіріспен тығыз байланысты, ал жоғары саты негізі өз ішінде екіге бөлінеді. Ол саяси және әлеуметтік. Қысқаша жазып қойайық былай. Саяси және әлеуметтік сатылар болып бөлінеді. Бұларға қандай ұғым береді? Қысқаша біз түсіндіріп өтейік. Мынау төменгі саты дегеніміз не? Қоғам ішінде, мысалға, мынау түрлі өндіріс салалары бар ғой, бірақ бұл өндіріс салаларını сәл кең ауқымды қарастырыңдар. Яғни бұл тек қана өндіріп атқан фабрикалар ретінде емес, мысалы қоғам ішінде қоғамның қажеттілігін қамтамасыз ететін әртүрлі құрылымдар өндіріске негізделген. Бұлар фабрикалар болуы мүмкін, бұлар түрлі фирмалар болуы мүмкін. Бұлар қоғам ішінде мысалға белгілі бір деңгейде қоғамның қажеттілігін қамтамасыз етіп атқан банктар болуы мүмкін. Жалпы қоғамның ішінде қоғамның қажеттілігін қамтамасыз етіп атқан негізгі бұл ақшалай болуы мүмкін, қаржылай, бұл өндіріс саласы болуы мүмкін. Соларды бақылауда ұстайтын негізгі топ төменгі сатыны не қылады дейді? Толыққанды өзінің бақылауына алады. Бақылауға алу арқылы олар қоғамның қажеттілігіне негізделген өндірісті де не қылады дейді? Бақылауда ұстайды дейді. Антонио Грамшиның пікірінше қоғам ішінде
қоғамның қажеттіліктеріне негізделген өндірісті бақылауда ұстаған таптар мен топтар жоғарғы сатыны автоматты түрде өз бақылауына алады дейді. Бұл жерде жоғарғы сатына екіге бөліп қарастырдық. Біріншісі ол саяси, екіншісі ол әлеуметтік. Бұл екеуі негізі бір-бірімен тығыз байланысты. Бірақ бұл жердегі мынау жоғары саты саяси дегеніміз ол, мен мына қысқаша бүйтіп жазып қоя салайын енді. Ол мемлекет деген сөз. Яғни қоғам ішінде қоғамға күш қолдана алатын құрылым болып табылатын мемлекет жоғары сатының саяси сатысы болып есептелінеді. Ал әлеуметтік саты болса, жоғары сатының ішінде бұларға не кіреді? Бұларға біріншісі, әрине, қысқаша бүйтіп жазайық, бұқаралық ақпарат құралдары дейік. Мысалға ғылым зерттеу орталықтары да бұған жатады негізінде, жатқызуға болады. Мысалға мектептер, яғни қоғам ішінде қоғамның негізінде пікіріне, қоғамның көзқарасына әсер етуші, қоғамды белгілі бір мөлшерде тәрбиелеуші кез келген құрылым неге жатады? Жоғарғы саты ішіндегі әлеуметтік бағытқа жатады. Демек, Антонио Грамшидің пікірінше, қоғам ішінде мынау қоғамның қажеттіліктерін қамтамасыз етіп атқан өндірісті толыққанды бақылауға алған ықпалды топ, бұл ықпалды топ әрине қаржыға негізделген топ, яғни бір сөзбен айтқанда байтап. Бұл байтап мынау өндірістен негізінде қамтамасыз еткен қаржыларын, ықпалын пайдалана отырып не қылады? Жоғарғы сатыны да толыққанды бақылауға алу үшін барлық іс-шаралар, яғни барлық қызметтерді атқарады. Бұл жерде, яғни Антонио Грамши мынау өндірісті бақылап отқан тұлғалар уақыт өте саяси саты, яғни мемлекетті бақылауға алады дейді, және қоғам ішіндегі әлеуметтік бақ, түрлі ғылыми зерттеу орталықтары, мектептер, яғни баланы, жас өспірімдерді тәрбиелейтін, олардың, яғни қоғам ішіндегі тұлғалардың пікірлеріне, көзқарасына әсер етуші барлық құрылымдарды уақыт өте әрине бақылауға алады дейді. Демек, мынау жоғарғы саты тікелей неге тәуелді екен? Төменгі сатыға тәуелді екен. Егер мысалға Антонио Грамшиның пікірінше жоғарғы сатыны бақылауға алғыларын кесе, ең бірінші төменгі сатыны не қылу керек? Өз бақылауына ықпалға алу керек. Яғни өндіріске негізделген бір тап. Өндіріске негізделген бір тап дегеніміз ол қоғам ішіндегі бай таптар, құрметті студенттер. Яғни егер қарапайым тілмен айтатын болсақ, қоғам ішіндегі қаржы тұрғысынан бай таптар Антонио Грамшиның пікірінше уақыт өте бір жағынан мемлекетті, бір жағынан қоғам ішіндегі бұқаралық ақпарат құралдары, бір жағынан қоғамға әсер етуші, көзқарасын қалыптастырушы ең негізгі құрылымдардың барлығы не қылады дейді? Өз бақылауына алады дейді. Міне, осы жерде, құрметті студенттер, негізінде гегемония ұғымы шығады. Яғни, мынау жоғарғы саты мен негізгі төменгі сатыны бір-біріне байланыстырып отқан, және бұлар арасындағы үйлесімді қамтамасыз етіп отқан топ не болып табылады дейді? Қоғам ішінде гегемондық тап болып табылады дейді. Бірақ Антонио Грамшиның гегемондық табы ол күш қолдануға негізделмейді. Ол неге негізделеді? Лидерлік қабілетке негізделеді. Яғни, не жерге жалпы лидерлік деп қойып. Яғни, бұл жердегі лидерлік дегеніміз, мысалға бір сұрақ қойсақ, лидер мен делік кез келген басшы арасындағы ең негізгі айырмашылық қандай? Лидердің негізгі қоғамдағы кез келген қарапайым басшыдан ең негізгі айырмашылығы оны өзіні басқарып отқан тұлғаларды не қылуы? Мойындауы. Яғни оны лидер біріншіден мойындауды басымдық қалады, екіншісі өзін мойындату үшін не қылады? Тек қана өзінің мүддесін емес, бұған қоса өзіне бағынушы таптарды да олардың да мүддесін ескере отырып, өзінің мүддесі мен олардың мүддесін бір-біріне үйлестіре білген тұлғаларды айтады. Сондықтан Антонио Грамшидегі негізі мынау гегемония ұғымы тікелей
лидерлік ұғымымен тығыз байланысты, және бұл лидерлік ұғымы келісімді, консенсус дейді ғой, консенсусты, одан бөлек өзін мойындатуды, бірақ өзін мойындатуды күш арқылы емес, көндіру арқылы мойындатуды басымдыққа алады. Осының негізінде қоғам ішінде белгілі бір гегемониялық тап қалыптасады дейді. Бұл гегемониялық тап лидерлікті, яғни өзін күш қолданбай, түрлі жұмсақ күшті пайдалану арқылы мойындатуды басымдыққа алады дейді. Сол арқылы бұл тап төменгі саты, яғни өндірісті бақылаушы таптармен жоғарғы саты, яғни мемлекет, тағы басқа әлеуметтік, бұқаралық ақпарат құралы, тағы басқа сатыларды бақылауда ұстайтын топтарды бір-біріне үйлестіріп, бір-бірімен байланыстарын орнатып, соларды тікелей не қылады дейді, қоғам ішінде бақылауда ұстайды дейді. Яғни бір жағынан мынау гегемондық тап, ол көбінесе мынау өндірісті бақылап атқан таптардың бір-бірімен ынтымақтастығы және осы ынтымақтастықтың нәтижесінде қалыптасқан белгілі бір гегемондық топ болып табылады, құрметті студенттер. Енді бұл жерде мынау гегемонияны жаңағына түсіндірдік, яғни гегемония демек қоғам ішінде күш қолданбай, өзін жұмсақ күш арқылы мойындата білген белгілі бір топ, және ол топ қоғам ішінде өндірісті бақылауда ұстаушы топтармен тығыз ынтымақтастығы бар, олармен одақтастығы бар, және өзара күшті қарым-қатынастарға ие бір топ болып есептелінеді. Ол топ қоғам ішінде бір жағынан мемлекетті, бұқаралық ақпарат құралдарды, әртүрлі ғылыми мекемелерді, зерттеу орталықтарын бәрін не қылады дейді, бақылауда ұстайды дейді. Осының нәтижесінде қалыптасқан қоғам ішіндегі қарым-қатынастар нені қалыптастырады дейді? Тарихи блокты қалыптастырады. Тарихи блокты қалай түсінуге болады? Құрметті студенттер, тарихи блок дегеніміз ол бір мезетте құрылатын бір ынтымақтастыққа негізделген топ емес. Яғни блок дегеніміз бұл жерде көбінесе белгілі бір топ ұғымында қолдануға болады. Яғни тарихи тұрғыдан қалыптасқан бір топ. Бұны қалай түсінеміз? Делік мысалға өндірісті негізінде бақылауда ұстаушы топ, әрине бұлар бір-бірімен ынтымақтаса отырып, жоғары сатыдағы, яғни саяси және әлеуметтік бағыттарды, яғни мемлекет, бұқаралық ақпарат құралдары, қоғам ішіндегі түрлі ғылыми мекемелерді, қоғамды негізі тәрбиелеуші және қоғамның санасы мен ой өрісіне, көзқарасына ықпал етуші құрылымдардың барлығын бақылауды алғаннан кейін, бұл құрылымдардың ішінде ең негізгі ықпал етуші тұлғалар болады. Сол тұлғалармен не қылады бұлар? Ынтымақтасады. Сол ынтымақтастықтың нәтижесінде бұл тұлғалар қоғам ішіндегі делік, мысалға басқа да таптар мен топтарға, немесе қоғам ішіндегі кәдімгі марксистердің айтуынша, яғни жұмысшы тап, қарапайым халыққа не қылады? Мынау қоғамды басқарушы гегемондық таптың мүддесін жайлап қоғамның игілігіне негізделген мүдде ретінде екендігін миларына, ой өрістеріне не қыла бастайды? Сіндіре бастайды. Сол сіндіру арқылы қоғам ішіндегі көпшілік тап не істейді? Қоғамды басқарып атқан аз ғана таптың мүддесін өзіндерінің, яғни қоғамдағы бұқараның мүддесімен үйлеседі деген бір пікірді қалыптастырады. Соның нәтижесінде не туындайды? Қоғам ішінде тарихи блок туындайды. Тарихи блок дегеніміз мынау мемлекеттің ішінде, әлеумет, бұқаралық ақпарат құралы, ғылыми зерттеу орталықтары ішінде интеллигенцияның, мемлекеттік қызметкерлердің мынау қоғам ішіндегі өндіріс саласын басқарып отқан тұлғалармен бір-бірімен несі? Ынтымақтастығы. Яғни бұлар бір-бірімен ынтымақтасу арқылы, бір-бірімен байланысты күшейту арқылы уақыт өте не қылады? Белгілі бір топ қалыптасады. Ол топ әрине белгілі бір өзіндік бір мүдделері бар, бірақ олар бұл мүдделерді қоғамға, өзінің мүдделерін қоғамға күштеп емес, жұмсақ күшті қолдану арқылы оларға не қыла бастайды? Сіндіре бастайды. Жұмсақ күшті қолдануда тарихи блокта екі маңызды құрал, маңызды рөл ойнайды, құрметті студенттер. Ол біріншісі, әрине,
біріншісі білім, ғылым және тәрбиеге негізделеді. Яғни білім, ғылым, тәрбие дегенде бұны былай түсіну керек. Қоғам ішіндегі бұл таптар әсіресе мысалға жаңа буын, жас буын, жас өспірімдерге ең маңызды идеяларды көбінесе осындай ғылыми мекемелер арқылы, бір жағынан мектеп деп жатырмыз, ғылыми зерттеу орталығы деп жатырмыз. Бұл жерге әрине университеттерді қоссаңдар болады. Солардың негізгі потенциалын пайдалана отырып, сол мекемелерде жұмыс істейтін интеллигенцияларды не қылады? Өзіне тарту арқылы, оларды да бір жағынан өзінің тобына қосу арқылы не қыла бастайды? Жалпы гегемон белгілі бір топтың идеяларын, мүдделерін қоғамға ғылыми тұрғыдан немесе қарапайым тілмен көпшілікке, бұқараға сіңдіруге тырысады. Сондықтан біріншісі ең маңызды әрине қолданатын бұлардың құралдары ол білім, ғылым мекемелері, яғни бұл мекемелерді тиімді пайдалану. Екіншісі, ең маңыздысы ол идеология, құрметті студенттер. Идеология дегеніміз ол қоғам ішінде қалыптасқан, әсіресе мынау гегемондық таптың, яғни өндірісті басқарушы таптың олардың мүдделеріне қызмет жасайтын негізгі құндылықтар. Ол мысалға капиталистік ой-өріс, капиталистік жүйе, мысалға не болуы мүмкін? Еркін сауда болуы мүмкін. Өйткені еркін сауда негізі қаржыға қаржы қосуы қамтамасыз етеді. Одан бөлек, мысалы, демократиялық құндылықтар дейді. Бұлардың бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Сол идеяларды түрлі, яғни идеологияларды пайдалану арқылы, және мынау жаңағын айтқан жоғарғы сатыдағы тұлғаларды пайдалану арқылы осы идеяны қоғамға жайлап не қылады? Сіңдіре бастайды. Соның нәтижесінде қоғам ішінде не қалыптасады? Белгілі бір деңгейде гегемон таптың мүддесін мойындау пайда бола бастайды. Сол мойындаудың арқасында қоғам ішінде енді белгілі бір деңгейде әрине бұлар тек қана идеологияны сіңдіріп қана қоймайды, қоғам ішіндегі таптардың, белгілі бір таптардың бір жағынан жағдайын да жақсартуға көңіл бөледі. Өйткені жағдай жақсармаған сайын ол қоғам не қылуы мүмкін? Белгілі бір уақыттан кейін әрине қарсы шығуы мүмкін. Ал қарсылығын негізі бейтарап бір деңгейде ұстау үшін және қарсылығын алдын алу үшін әрине ол топтар қоғамның басым көпшілігін бай қылмаса да, бірақ белгілі бір деңгейде олардың экономикалық тұрғыдан жағдайының жақсартуын алға тартады, сөйтіп қоғам ішінде бір орта тап қалыптасады. Яғни Антонио Грамшиның негізгі бұл идеялары гегемондық тап қоғам ішінде өзінің билігін тұрақтылыққа айналдыру үшін әсіресе мынау жоғары сатыдағы ең маңызды саяси және әлеуметтік деп айтқан негізгі құрылымдарды тиімді пайдалану арқылы қоғам ішіндегі әсіресе мынау қалыптасқан тарихи блок арқылы өзінің идеологиясын, өзінің мысалы ғылыми зерттеу мекемелерін қоғам ішінде пайдалану арқылы қоғамда белгілі бір топ қалыптасады тарихи блок. Бұл тарихи блок әрине гегемония, яғни күш қолдану емес, жұмсақ күш арқылы қоғамға жайлап идеологиялық сіңдіру арқылы өзінің билігін, өзінің үстемдігін уақыт өте толыққанды орнықтырады деген бір идея қалыптастырады. Енді осы идеяны негізі Роберт Кокс не қылады? Халықаралық қатынастарға бейімдейді. Бұл жерде мысалға мынаны айта кетейік, құрметті студенттер. Мына жерде енді Антонио Грамши қоғам ішінде осындай бір тарихи блоктың қалыптасуы үшін міндетті түрде гегемон бір топ міндетті түрде болу керек дейді. Яғни гегемон топ, ол жаңағын айттым, төменгі саты мен жоғары сатыны бір-бірімен үйлестіріп, бір-бірімен байланыстырып, басқарып отқан тап болып есептелінеді. Сондықтан Антонио Грамшиде бұл идеяларды жалпы халықаралық қатынастарға ендіру үшін міндетті түрде әлемдік деңгейде бір гегемон күш болу керек дейді. Өйткені гегемон күш болмай, Антонио Грамшиның идеяларын халықаралық қатынастар тұрғысынан зерттеу мүмкін емес дейді. Сондықтан ол бұндай гегемон күшті кім деп қарастырады? Қазіргі таңда кім әлемдік деңгейде бір гегемондық күшке ие? Америка құрама штаттары. Енді Америка құрама штаттарына дейінде не болды? Оған дейінде белгілі бір гегемондық күштер болған, яғни 19 ғасырдан 1-ші дүниежүзілік соғысқа дейін әлемді кім басқарды? Қай гегемондық күш?
Ұлыбритания, оны да қосып қояйық, Ұлыбритания. Өйткені мынау тарихи блок дегеніміз мемлекеттер арасында да белгілі бір деңгейде халықаралық қатынастарда да тарихи блок бар. Ол тарихи блок, мен айттым, эволюциялық тұрғыдан қалыптасады, бір мезетте қалыптаспайды. Сондықтан мынау Ұлыбританияның бастаған делік, оған дейін де негізі басталды, бірақ Ұлыбритания әсіресе еркін сауда аймағын қалыптастыру арқылы, еркін сауданы күшейту арқылы не қылды? Көптеген мемлекеттерді капиталистік тұрғыдан өзінің орталығына, делік, қаржы орталығына байлауға тырысты. Бірақ одан кейін Ұлыбритания әсіресе Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін енді сәл әлсірей бастады. Әлсірегеннен кейін гегемондық не болады? Толыққанды жойылады. Гегемонда өзінің билігін, өзінің ықпалын ұстап тұра алатындай не болу керек? Күш болу керек. Бұл күш әскери тұрғыдан, технологиялық тұрғыдан, әрине бұл күш экономикалық тұрғыдан да маңызды рөл атқарады. Бірақ Ұлыбритания әрине бұл күшін жайлап әлсірегеннен кейін оның орнына Америка Құрама Штаттары не қылды? Алға шықты Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әсіресе. Сондықтан Америка Құрама Штаттары Роберт Кокстың ең негізгі гегемония негізі терминологиясын халықаралық қатынастарда бейімдеуші ең негізгі ел болып есептелінеді. Сондықтан Америка Құрама Штаттарын гегемондық бір ел ретінде алатын болсақ, енді Антонио Грамшиның бұл идеяларын қалай мысалға халықаралық қатынастарға бейімдеген? Соны қысқаша алып қарайық. Бұл жерде бейімдей тұрғысынан үш негізгі бағытты басымдық қалады. Яғни Роберт Кокс. Біріншісі ол. Біріншісі күш, екіншісі құндылық. Қысқаша жазып қояйын. Құндылықтар, үшіншісі құрылымдар. Яғни құрылымдарды біз халықаралық ұйымдар деп түсінуіміз керек. Құндылықтарды, яғни құндылық дегенімізді қалай түсінесіңдер? Мысалы, бұл жерде біз айттық қой. Көбінесе, мысалға, бір қоғам ішіндегі гегемондық тап өзінің мүддесін не қылады? Идеологиямен ұштастырады. Яғни идеологияның ішіне өзінің құндылықтарын енгізеді. Негізінде ол құндылықтардың ішінде олардың мүддесі жатыр. Сол идеология арқылы, яғни гегемондық таптың мүддесі бар, гегемондық таптың құндылықтары бар, гегемондық таптың билігін қорғайтын негізгі идеялармен ұштасатын идеологияны не қылады? Халыққа, көпшілікке сіңдіреді дедік. Дәл сол идея, яғни Америка Құрама Штаттары әлемдік деңгейде өзінің билігін, өзінің мүддесін сақтап қалу үшін өз билігі мен мүддесіне негізделген түрлі идеяларды не қылады? Құндылықтарға айналдырады. Мысалға, демократия, капитализм деп айтқан идеялар, либерализм деп айтқан идеялардың барлығы негізі Америка Құрама Штаттарының несіне қызмет жасайды? Мүддесіне. Өйткені бұлар бір жағынан Америка Құрама Штаттарын әлемдік деңгейде қаржылай, сауда-саттық тұрғысынан, экономикалық тұрғыдан ықпалын күшейтуге негізделген ең негізгі құндылықтар, идеялар болып табылады. Осы құндылықтар, идеяларды Америка Құрама Штаттары не қылады? Жайлап басқа елдердің ішкі саясатына, басқа елдердің ішкі әлеуметтік құбылысына сіңдіруге тырысады. Үшіншісі күш. Күшті қалай түсінуге болады? Яғни бұл жерде күш тек қана әскери күш емес, бұл жердегі күш жаңағына айтып өткеніміздей гегемон бір мемлекет лидер деңгейіне шығу үшін міндетті түрде ол әскери күшін ғана қолданып қоймайды, оны басқа да елдер, басқа да мемлекеттер, басқа да құрылымдар оларды не қылу керек? Мойындау керек. Бірақ ол жердегі мойындау негізі жұмсақ күшке негізделеді, яғни күш қолданбауға негізделеді. Сондықтан Америка Құрама Штаттары көбінесе жұмсақ күшті де тиімді пайдаланып, басқа елдерді, басқа да әлемдік деңгейдегі негізгі акторларды өзіне не қылады? Бір жағынан өзінің идеяларын, құндылықтарын мойындатуға тырысады. Бірақ бұл жерде мынаны айта өту керек. Егер Америка Құрама Штаттары бұл жерде күш бір жағынан жұмсақ күшті ғана емес, әскери күшті де қамтиды. Егер өзінің құндылықтарын делік жұмсақ күш арқылы енгізе алмаса, Роберт Кокстың пікірінше бұл ел бір жағынан күш қолдануы әбден мүмкін. Яғни әскери күшінде қолданып,
өзінің айтқанын істе алатын бір деңгейде болу керек. Сондықтан бұл үш негізгі кілт сөз, яғни құндылықтар, құрылымдар, халықаралық ұйымдар және жұмсақ күшпен, қатты күшке негізделген, солардың ішінде әсіресе жұмсақ күшті басымдық қалған негізгі күштер Америка құрама штаттарының әлемдік деңгейде гегемондығының ең негізгі идеялары болып табылады. Бұл жерде бірақ мынаны да айта кетейік, құрметті студенттер. Негізі гегемония дегеніміз ол тұрақты бір қалыпта қалатын бір құбылыс емес. Гегемония міндетті түрде тарихи тұрғыдан неғылған өзгеріп отырады. Мысалға 19 ғасырдан бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін Ұлыбритания болса, Ұлыбританияның орнына екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кім орын басады? Америка құрама штаттары. Ал қазіргі таңда Америка әлемдік деңгейде гегемон, бірақ соған қарамастан Американың гегемондығына көлеңке түсіріп келе жатқан жаңа гегемондық күштер ортаға шығып жатыр. Ол жаңа гегемондық күштер әрине кім? Қытай Халық Республикасы. Қазіргі таңда Қытай Халық Республикасы әлемдік деңгейде бір жағынан тарихи блок қалыптастырып жатыр. Тарихи блок дегеніміз осы гегемон елдің маңайында топтасқан мемлекеттер, маңайында топтасқан трансұлттық корпорациялар, маңайында топтасқан түрлі мүдделі ықпалды күштер болып табылады. Сондықтан бұл жерде әсіресе Роберт Кокс халықаралық қатынастарды негізі тек қана мемлекеттер тұрғысынан қараған жоқ. Оған бөлек Роберт Кокс көбінесе мемлекетпен әлеуметтік қозғалыстар, әлеуметтік түрлі бірлестіктермен де тығыз байланысты неғылады, зерттейді. Ол мемлекеттерді негізі әлсіз күшті деп бөлмеген. Мемлекеттерді көбінесе қай мемлекеттің ішкі саясатында қоғамдық қозғалыстар, қоғамдық бірлестіктер, яғни әлеуметтік құбылыстармен байланысы қайсыны күшті, солны негізге ала отырып неғылған, бөлшектеуге тырысқан. Сондықтан бұл жерде Америка құрама штаттарының мысалға гегемондығы ол тұрақты, белгілі бір деңгейде ұзақ мерзімді деп те айтуға келмейді, ол міндетті түрде өзгеруі мүмкін. Бұл өзгеріске ең біріншісі гегемониялық криз дейді, белгілі бір дағдарыс жағдайлар орын алған болатын болса, ол дағдарыс қандай жағдайларда орын алады? Егер Американың экономикасы, егер Американың әскери күші, егер Американың технологиясы салыстырмалы түрде егер әлсірейтін болса, жаңа бір күш ортаға шығады. Жаңа бір күш әрине халықаралық жүйеде неғылады? Өзіне сай бір тарихи блок қалыптастырады. Тарихи блок дегеніміз, яғни ол күш өзінің маңайына өзін қолдаушы мемлекеттерді, өзін қолдаушы трансұлттық корпорацияларды, өзін қолдаушы түрлі қоғамдық қозғалыстар мен бірлестіктерді маңайға топтасу арқылы неғылады? Жаңа әлемдік деңгейде өзінің мүддесін ескере отырып құндылықтарды қалыптастырады. Сол құндылықтарды неғылады? Құрылымдар арқылы, яғни әлемдік деңгейде құрылымдар не? Халықаралық ұйымдар арқылы таратуға тырысады. Соның нәтижесінде, яғни егер гегемонияда белгілі бір дағдарыс орын алатын болса, ол жаңа гегемонияның шығуына біріншіден, құрметті студенттер, өте көп ықпал етеді. Бұдан бөлек өмір бір қалыпты тұрмайды. Көбінесе мысалға билікке жеткендер әрине әлемдік деңгейде мемлекеттер билігін ұстап қалу үшін кез келген амал әрекеттерді пайдалануы мүмкін. Бұл амал әрекеттер тек қана жұмсақ күшті емес, әскери күшті де қамтуы әбден мүмкін. Егер әскери күшке бет бұратын болса, мысалы гегемон, оның біріншіден әлемдік деңгейдегі билігі, яғни легитимді билігі, өзінің одақтастары, өзінің ықпалды делік маңайында топтасқан түрлі құрылымдардың көзінде неғыла бастайды? Билігі әлсірей бастайды. Ал бұған қарсы жаңа ғана күш боп, гегемон бір күш боп, экономикалық тұрғыдан, әскери тұрғыдан, технологиялық тұрғыдан дамып келе жатқан белгілі бір жаңа бір гегемон неғыла бастайды? Ол өзінің одақтастарының көзінде ықпалы, беделі күшейе бастайды. Сөйтіп, белгілі бір деңгейде, яғни гегемон бір мемлекетке қарсы жаңа бір гегемон мемлекеттің қалыптасуы да әлемдік деңгейде тарихи блоктың өзгеруіне әкеліп соқтырады, құрметті студенттер. Бұл жерде мынаны қысқаша айтып өтейік. Антонио Грамшиның негізгі идеялары 1929 мен 35 жылдар аралығында жазылған, негізі түрме дәптерлері деп те аталатын негізгі мынау ғылыми еңбектердің жинағынан тұрады.
Бұл жинақты негізі 6 жыл бойы Антонио Грамши өзі еңбектеніп жазған болатын. Ал Роберт Кокс бұл идеяларды 1987 жылы Production Power and World Order деген бір кітабы бар, 87 жылы шыққан. Production ол негізі өндіріс, Power билік және World Order дегеніміз әлемдік тәртіп деген сөз. Енді бұл жерде әлемдік тәртіп негізі мынау тарихи блокпен де тығыз байланысты. Яғни негізі Роберт Кокс әлемдік тәртіпке өте маңызды рөл береді. Әлемдік тәртіпті қалыптастыруда ең бірінші рөлді не ойнайды? Лидер бір мемлекет қалыптасу керек, гегемон бір мемлекет. Ол гегемон мемлекеттің маңайында оның күшін мойындаған белгілі бір одақтастар қалыптасу керек. Бұл одақтастарының нәтижесінде әлемдік деңгейде сол гегемон елдің мүддесі негізделген құндылықтар деп айтамыз, құндылықтары негізделген бір тәртіп орнайды. Бұл тәртіпті бұл мемлекет көбінесе халықаралық ұйымдар. Яғни мысал ретінде Американы алатын болсақ, мысалға Америка құрама штаттары өзінің құндылықтарын капиталистік, демократиялық әртүрлі құндылықтарды түрлі халықаралық ұйымдарды тиімді пайдалану арқылы неғып жатыр? Жүзеге асырып жатыр. Мысалы, дүниежүзілік банк, мысалы халықаралық валюта қоры. Бұл ұйымдардың барлығы негізі Америка құрама штаттарының әлемдік деңгейде капиталистік жүйені қорғап сақтап қалу үшін ең маңызды тетік, ең маңызды құралдар ретінде Американың сыртқы саясатында өте тиімді пайдаланылып отыр. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызды біз қысқаша осымен аяқтаймыз. Мен Антонио Грамши мен Роберт Коксқа байланысты ғылыми еңбектерді сіздерге жіберем. Практикалық тұрғыдан біз бұларды тағы да салыстырмалы түрде бірге қолға аламыз. Рахмет.